Достар, сіздермен бірге қайтадан Нұрсұлу каналы. Біз бүгін сіздерге үй рецептермен, яғни творожный сыр дайындауды көрсететін боламыз. Сіздер творожный сырды красный барх, не молочная девочка, не болмаса басқа да түрлі бисквитті торттарға, басқа да мысалы карпатка деген секілді торттарға қолдансаңыздар болады. Ол үшін бұның ингредиенттері өте қарапайым, яғни творожный сырдың рецептері өте көп. Соның ішіне мен өзіме ұнаған әрі өте дәмді шығатын рецепті таңдап алдым. Ол үшін бізге творог керек, яғни үй жағдайындағы творог деген. Бұл творожный сыр дүкеннің творожный сырынан кем түспейді. Менде творог құрғақ, көріп тұрғандарыңыздай, енді мен оған айранды пайдаланатын боламын. Айранның пайыздығы міндетті түрде 2-5%-дан жоғары болмау керек. Енді айранымызды құямыз, яғни көп құюдың керек жоқ. Осындай кішкене біздің творогымыздың ылғалдандыру үшін. Және де ситада жақсылап араластырамыз. Яғни ситаның үстінде жақсылап араластырамыз. Бұны біз жай ғана ситада жақсы араласу үшін, және де творожный сырымыздың майлы, қатты майлы емес, андай күшті бір кейіпке ену үшін қостық. Егер сіздерде творог ылғалды, яғни сочный болып тұрса, онда айран қосып керегі жоқ. Айранның орнына айранды сүтпен де алмастыруға болады, және де қаймақпен де алмастыруға болады. Осылайша біз творогымызды ситадан өткізіп шығамыз. Яғни мінекей бізде астында осындай пайда болып жатыр. Осылай істей береміз, әрі қарай жалғастырып. Мінекей біз аяқтайын деп қалдық. Яғни егер сіздерде сита болмаса, онда блендер, кәдімгі блендермен естеңіздер болады. Ол кезде бізге айран қосып қажеті жоқ. Бірақ ситамен істеген чем жақсырақ. Мінекей біз толықтай ситадан өткізіп болдық. Мінекей бізде творожный сыр, яғни өткізген екен, тағы да осылай бірігу үшін, яғни шашырап тұр. Осылай істейміз. Видеода көрсетілгендей. Мінекей бізде творожный сыр дайын. Мінекей біздің творожный сырымыз дайын, яғни сүзбелі ірімшігіміз. Бұл дүкеннің сүзбелі ірімшігінен еш кем түспейді. Көріп тұрғандарыңыздай, тура дүкеннің сүзбелі ірімшігі секілді қолдан жасалынған. Жасап көріңіздер, бұны кез келген тортқа қолдануға болады. Яғни бұл бисквитный тортқа да, басқа торттарға да жарай береді. Қош сау болыңыздар.